Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қызылшадан тез дайын болатын салаттың рецептісін көрсететін боламын. Жасалуы өте оңай, 5 минут қана уақытыңыз кетеді. Осылай қызылшамызды алдын ала пісіріп аламыз, одан кейін 4 бұрышты етіп тураймыз. Үстіне қосатын заправкасын дайындайтын боламыз. Оған зәйтүн майын қосамыз. Егер сіздерде зәйтүн майы болмаса, сұйық май қоссаңыздар болады. Қара бұрыш саламыз және кішкене тұз қосамыз. Шай қасықтың жартысындай болатын горчицаны қосамыз. Одан кейін лимонның согын қосамыз және 1 штук сарымсағымызды теркадан өткіземіз. Одан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Біздің қызылшамызды, туралған дайын қызылшамызды осы заправкаға салып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырыңыздар, себебі сіздердің майларыңыз, ішіндегі қосылған қыша барлығы осы біздің салатымызға, қызылшамызға сіңуі қажет. Одан кейін салат жапырағын алып, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай әсемдеп, сәндеп дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Мен осылай ұсынуды жөн көрдім. Мінекей салат жапырағын бірінші тәрелкемізге салып орналастырып аламыз. Одан кейін арнайы форма жасау үшін ортасына стақанды қойдым. Және қызылшамыздың барлығын стақанда айналдыра орналастырып шықтым. Одан кейін үстіне сырды қостым. Кез келген сыр түрін пайдаланып қоса берсеңіздер болады. Одан кейін үгітілген жаңғақтарды қостым. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте оңай ас болсын.